Өте дәмді және езілмейтін кеспе жасаймын десеңіздер, бұл видео сіздерге арналады. Алдымен етімізді суға салып қайнатамыз. Кез келген ет бола береді. Одан кейін сорпаға салатын көкөністерімізді қуырып аламыз. Мен бірінші пиязымды қуырып алдым, артынан болгар бұрышын салдым, шамалы қызанақ, сарымсақ салып қуырып алдым. Одан кейін ең қарапайым қамырымызды илеп, оны жұқалап жайып аламыз. Жайып алған соң қамырды үшке бөліп, оған май жағып, оны орап, мантаваркаға жайып саламыз. Бұл нанымыз буға піскен соң өте дәмді, дәмі ерекше боп және езілмейтін боп піседі. Бұл тамақ менің отбасымның бәріне ұнайды, сондықтан сіздердің де отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Сорпамыз қайнаған соң көбігін алып, қуырылған көкөністерді бетіне құямыз. Сосын сорпамыздың дәмін көріп, тұзы дұрыс болса, мантаваркамызды бетіне қойып, нанымызды пісіріп аламыз. 25-30 минутта нанымызда етімізде бірге піседі. Нанымыз піскен соң алып, сәл суытып, кеспе қып тураймыз. Нанымыз қатты пісіп кетпей, орташа піскені дұрыс. Кеспемізді кесіп болған соң етімізді де алып, оны да турап, қазанға қайтадан саламыз. Тамағымыз дайын болды. Енді кеспемізді кесеге салып, үстіне сорпасын құйып, бетіне укроп, петрушка салып, жей беруімізге болады. Видеомыз ұнаса, лайк, подписка жасап, қолдау көрсетіп кетсеңіздер. Бұл тамақты міндетті түрде жасаңыздар, отбасыларыңыздың бәріне ұнайды.